Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге YouTube каналда Заңғар. Дәл қазір біз айына 1 миллион теңге табатын автоэлектрик неліктен жұмысын тастап пеноизол шашып кетті деген сұраққа жауап іздейміз. Менің жақсы досым бар екенін білесіздер. Мықты автоэлектрик маман Бағдат, сол кісінің үйіне қазір келіп тұрмыз. Ассалаумағалейкум Бағдат. Қалай бауырым, амансың ба? Амансың. Не үшін келесі бірінші сұрақ саған? Не үшін автоэлектриканы тастап пеноизол шашып кеттің? Автоэлектриканың өзінің плюстары бар. Ол жұмыста бір қатты қиын емес. Просто пеноизолда кішкене ақша көбірек болды автоэлектрик қарағанда. Сол үшін пеноизол таңдап кеттім. Ал айналысу қалай, қиын ба бұл? Кез келген адам айналысып кете ала ма бұл? Или қолынан келу керек па, үйрену керек па? Сен қалай үйрендің бұны? Бір қатты бір қиыншылығы жоқ. Енді негізі жұмыстың қиыншылықтары бар. Ол өзім басымнан өткен. Бірақ өзімнен үйренетін адамдар болса, қиыншылықсыз үйрете аламын. Жұмыстың еш қиыншылығы жоқ. Тез баса кетуге болады. Білем, басында бақа сен кредит алып кірдің бұл темаға. Дұрысың, жұмысың алға дұрыс жүрмей, шашқан пеноизолдарың жарылып, дұрыс болмай жатқан жағдайлар болды. Бұл жағдайдан қалай шықтың сен? Қалай сынып кетпедің? Қалай сені сынбауыңа не мотивация болды? Сынбауға мотивация болды, басында смесі дұрыс шығара алмай, бір 10-15 үйге қора кіріп кеткенім болды. Ол үйлердің бәрін кейін өзім составын таптым, өзім үйде балқы құрап шаштым басынан бастап, әртүрлі состав табылған кейін ана үйлердің бәріне қайтадан құйып бердім басынан. Ал кейінгі үйлеріне плюске шықтым. Қазір Аллаға шүкір жұмыс жақсы, алған кредитім бәрі жабылған, үйімді салып жатырмын. Құдай қаласа биыл үйім де бітіп қалады. Красавчик, енді бір сұрақ бақа. Жаңағы пеноизол шашуды саған ешкім үйреткен жоқ. Өзің қарап үйрендің, дұрыс па? Басында косяктар болды, қиналдың. Енді одан плюске шықтың. Енді алғашқы айда қанша таптың, құпия болмаса? Алғашқы айда автоэлектрикті тастап кредит алып кіріп кетуге стоит па, қанша таптың, айтшы? Кредит алып істеуге де стоит, бірақ кредит алмай біреуден қарыз ақша алып бастаған жақсы ғой негізі. Енді бізде ақша беретін адам болмағаннан кейін кредит алдық. Енді алғашқы айда қанша таптың? Алғашқы айда ең азында бірінші айында 5 миллион таптым ғой. Таза ма? Или жаңа косяктарды алып тастағанда ма? Ең бірінші айымда негізі 5 миллионнан көп таптым да, ол косяктардың бәрін жапқанда одан маған 1,5-2 миллион ғана қалды. Ал келесі уже қалай состав тауып дұрыстап шаша бастадым, сол кезде 5 миллион таптым бір айда. Жігітсің бауырым, красавчик. Енді сөзіміз құр сөз болмасын. Каспийдағы выпискаңды хотя бір аптасын көрсете аласың ба камераға? Оборотты. Көрсетейін. Ал достар, мінекей қазір машинасына келіп, Бағдаттың соткасын алып қарап жатырмыз. Бұл айда қанша табыс таптың, қанша оборот жасадың? Көрсетіп жіберсең. Бұл айда негізі жартысынан көбісі қазір наличка болып кетті. Каспиймен түскенді көрсетейін, енді наличкамен көрсете алмаймын. Каспийдек пайдан көрсетемін. Каспийден көрсет. Қанша тұр? 3 миллион 100. 3 миллион 100. Жартысынан көбі Каспиймен болды, наличка болды дедіңіз. Наличка болды. Жартысы почти наличка болды. Примерно 7 миллиондай оборот жасасаңыз осы айда. Пайдасы, маржасы қанша процент? Маржасы 60% қой. 60% таза пайда қалады. Таза пайда. Мінекей. Сонда примерно сіздің пайдаңыз 7 миллионнан примерно 4 миллион бұл айда таза пайда таптыңыз. Таза пайда қалып тұр 4 миллион. Керемет, әдемі. Ал енді достар, бұл пеноизол деген не, қандай кәсіп екенін толық қарайық. Бәке, көрсетесіз ба гаражыңызға кіріп, не аппарат, не шашасыз, қалай шашасыз? Көрсетейік. Кеттік, көрейік. Қалған жұмыс барысында көрсетеміз. Қазір просто цехтың ішін көріп шығайық. Цехтың ішін көріп шығайық. Бәрекелді, мынау автоэлектриктің эстосын не қылып жібергенсіңдер, досым. Ал мына жерде не заттар тұр, мына жігіттер не істеп жүр, сол туралы толық ақпарат беріп жіберсең бір. Мына екі жігіт бұл жұмыс істейтін балдар, Қайсар мен Раймбек. Өзімнің командадан бригададағы балдар. Ал мына Өскеменнен келген Шалқар деген жігіт. Ол менен оборудование алып, станогын алып, Құдай қаласа бастайын деп жатыр. Енді кірісіп жатсыз ғой сіз, Сіз қайдан естідіңіз Бағдат туралы? Бағдат туралы OLX-тен естідім. OLX-тен естідіңіз. Сенім артып кеп тұрсыз, Сенім артып кеп тұр. Енді қанша табам деген ниетіңіз бар айына? Алланың бұйырғанын табамыз. Бәрекелді. Ал бәке, ісіңіз алға қарай өрлей берсін. Енді мына жердегі заттардың бәрі сонда пеноизол шашуға арналған, Арналған, қалған заказда көрсетеміз. Бүгін заказыңыз бар ма? Бар заказ. Кеттік онда сойға барып, апарып шашып көрейік.
Ал достар, қазір біз Бағдаттың объектісіне келдік, яғни заказына пеноизол шашуға. Қарап тұрсаңыздар, мінекей 2 этажды үй жаңадан соғылып жатқан Рахат шағын ауданында. Бағдат, мына кісі қанша квадрат мысалға? 230 квадратна жерде. 230 квадрат құйып жатырмыз ба бүгін? Енді сізге бір сұрақ осы жерде. Неге пеноизол құю керек? Неге эковата, минвата, стекловата, пенобетон төсемеске? Неге именно пеноизол? Әрқайсының өзінің плюстары да минустары да бар. Пенобетон біріншіден оның салмағы ауыр. 100 квадрат үйге о жерге 60 мешок, 70 мешок цемент кетеді, және 1 зил құм кетеді. Және екіншіден ол 10 сантиметр ғана құйылады. Пенобетон енді салыстыратын болсақ, пенобетон құм цемент араласып құйылғаннан кейін, оны сіздер полға да құяды, стяжкаға құяды. Оған жатсаң, иығымен жаурайсың пенобетонда. Соның үстіне пенопласт қойып жатсаң, жаурамайсың. Ол біздің оңтүстік жақтарға болады құюға пенобетонды. Ал біздің Алматы, Астана деген суық жерлерге пенобетон болмайды. Және де оның тағы бір айтатынымыз, оның балкіге салмағы ауыр болады. Жылуды біз жаққа болмайды. Басқа қалаларға болмайды. Ал стекловата, минвата туралы не айтасыз? Стекловата, минвата, біріншіден оның себестоимость дейді, ақшасы. 5 сантиметрлік стекловата, минвата, мин плита деп атайды көбісі. Ол 100 квадрат үйге 200 мың теңге ақша кетеді 5 сантиметрге. Ал енді сіз 25 сантиметр төсейтін болсаңыз 1 миллион ақша кетеді. Минватадан. Ақша жағына есептегенде. Ал пеноизол құйғызса 300 мың теңге кетеді. 5 сантиметр. 25 сантиметр пеноизол 300 мың теңге кетеді. 25 сантиметр пеноизол қанша квадратқа 300 мың кетеді? 100 квадратқа 300 мың теңге кетеді. Сонда ар жағында 700 мың, почти 2000 доллар экономдайды деп тұрсыз ғой, 2000 доллар. Және оның уақыт өте келе минвата, стекловата дегендер ол өзіне су жинайтын материалды. Су жинаған сайын ол отыра береді. Ол отырғаннан кейін, ол да су пайда болғаннан кейін жылу ұстамай қалады біріншіден, екіншіден стеналар сырғыстанып көгере бастайды. Енді мен көптеген кісілерден ютубтан ары-бері іздеп қарап тексеріп көрдім осы пеноизол жайлы да, бәке. Енді сіздің көңіліңізге келмесін, бірақ ана пеноизол өте жұқа болады екен, бір ұрсаң шашылып кетіп жатқандары бар. Сіздердікі сондай ма? Жоқ, ол ұрғанда шашылмайды. Оның образецін мен сіздерге көрсетемін сәлден кейін цехқа бар. Біздің состав басқа состав. Біздікі кәдімгі машина жуатын губка сияқты жұмсақ состав болады. Оның үстінен басып кетсең де ол орнына қайтып келіп алады. Деформациясы ұшырамайды дейсіз ғой? Жоқ, деформация болмайды. Және эковата деген бар, табыржылтқыш. Ол да тоже жақсы утеплитель, бірақ оның минустары көп. Жылуды ұстағанымен ол макулатура жасалады мусордан. Мусордан, яғни мусорда коробкалар, любой бір газет болсын, любой сондай материалдан жасалатын нәрсе. Ол жел тұрса, крышада тесік болса, бір шетке жинап тастайды оның бәрін. Және пар крыша терлеген кезде ода тышқан құрт құмырсқа қаптайды. Ал пеноизолда мен гарантия беремін. Ода тышқан құрт құмырсқа қаптамайды, ол өртенбейді, ол дышчы материал, үй терленіп көгермейді бұрыштары. Енді менің байқағаным анау өте жұмсақ материал екен де, кәдімгі губка сияқты. Жинасаң жиналып тұр жат цехыңызда көргенімде. Қайттан орнына кеп тұр. Енді бұл ұстай ала ма жаңағы жылуды? Бір мысал келтірейін. Мысалы куртка, қыста пуховик куртка киесіз ғой, ішінде пуху болады. Пухтан жаурамайсыз қыстың курткадан, дұрыс па? Бұл да сонымен салыстырғанда сондай материал. Ал енді куртканың ішіне цемент пен құм араластырып, или жаңағы коробканы салып ішіне кисеңіз, жаурайсыз, дұрыс па? Бұл кәдімгі сол курткада, пуховик курткадегі материал сияқты материал. Енді жаңағы жарылып кетіп жатқандар бар, бәке. Бір ұрсаң шашылып кетіп жатқандар бар. Сөйтіп ұрынып қалдым деген бір-екі кісіні көрдім мен, бәке, да. Мына осы пеноизол құйдырып ем, пәлен байманға әкеңді ұрайын, дұрыстап құйылмады. Оны шашып тастайсың, мен қазір жинап теріп алып, осыған енді стекловата төсейін деп жатырмын деген кісілерді көрдім, бәке. Көңіліңізге келмесін, бұл сіз жайлы емес. Нарықта демек осындай көптеген пеноизол шашатын және аппаратын ұсынатындар бар. Сонда олардың составы сіздікінен бөлек па? Сіз қалай сонда? Сіз қалай гарантия беріп тұрсыз сондай болмайтынына? Олардың составы бөлек, менің өзім составым бөлек, мен шығарған состав басқа. Бұны мен көп іздендім, көп ақша құрттым осы состав табу үшін, көп уақытым кетті менің.
бірақ мен құйған үйлерде жылу болатынына мен гарантия беремін. Қыстың күні чтобы жылу болады, мен гарантия беремін. Өйткені мен составым басқа және өте губка сияқты орнына қайтып келетін, жылуды мықты ұстайтынына өзім гарантия беремін. Расходный материалдарды сонда барлығыңыз бір жерден аласыздар ма осы пенайзол шашатындар? Иә, бәріміз материалды бір жерден аламыз, просто құйып білетін адам бар, пенайзол және құйып білмейтін адам бар. Сол үшін құя білетін адамдармен сөйлесіп заказ берген дұрыс болады. Сосын жаңағы кислота деп жатсыздар, пенообразователь деп жатсыздар. Сол кислотаның орнына мысалы электролит қолданып жатқандар бар екен, бұл қалай? Ол да болады пена шығаруға, бірақ состав кішкене дұрыс болмайды. Ол кейінгі конечный результатта минус бере ма сонда? Минус береді конечный результатта. Жарайды онда қазір сіздер заттарыңызды түсіріп, шашып көрсетіңіздер, сұхбатты ары қарай жалғастырайық, Ал достар, біз қазір жаңағы объектінің ішіне кірдік. Жігіттер аппараттардың бәрін кіргізіп, құрастырып жатыр. Қазір мұнда жаңағы Шығыс Қазақстаннан келген Шалқар мырза. Шәке, сіз жаңа аппарат алдым деп атсыз ғой, сонда өзі Бағдат қасына ертіп үйретіп жатыр ма осылай сізге? Иә, осы Бағдатты таңдаған себебім біріншіден бұл жай ғана оборудованияны сатып қоймай, от и до конца үйретіп береді. Сол үшін осы Бағдатқа келдім. Сосын сіз де ертең қиналмай шаша аласыз, иә? Әрине. Пенайзолдың качествосына жауап бере алатындай шаша аласыз. Әрине. Енді қазір сіз мына жерде шашып аппаратты құрастырып өзіңіз үйреніп жүрсіз ғой, сонда? Дәл солай. Мінекей достар, біздің бәкең осылай екен. Аппаратты сатып қана қоя салмайды. Осылай жанында жүріп, 2-3 заказға алып шығып, өз қолымен бәрін көрсетіп үйрететін болады. Солай ма бәке? Солай ма? Өзіңіз жаныңызға алып жүріп үйретесіз ба? Қасыма алып шығып үйретемін, заказға алып шығып. Оған дәлел міне Шалқар мырза дейсіз ғой. Қазір аппараттарыңыз жинаңыздар, сосын көрейік қалай шашылады, не шашылады. Пенайзолды шашардың алдында, пенайзолдың астына осылай парапленка деген нәрсе төселеді екен. Мінекей қазір бауырымыз Бағдаттың командасындағы көмекшілері. Бауырым, есімің кім? Қайсар болады. Қайсар, қазір не істеп жатсың сен? Қазір мына төсеме төсеп, жан жақтарын бекітіп жатырмын. Бұл не үшін керек сонда? Жаңа пенаны ұстап тұру үшін. Пенаны ұстап тұру үшін. Пена төселгеннен кейін, пена шашылғаннан кейін бетінен не жабылады бұның? Бетінен тоже осындай төсеме жабылады, ақ төсеме. Ақ төсеме? Иә. Жалпы жұмыс қалай? Жұмыс жақсы. Пайда бар ма? Пайдасы жақсы бар. Сен Бағдаттың жұмысшысың ба или доляға істейсің ба? Жұмысшысың ғой. Қанша аласың бір үйден? Шүкір енді. Примерно қанша айлық? Шүкір деймін. Табысың өзіңе жете ма? Жетеді, Аллаға шүкір. Бағдатқа ризасың ба? Иә, ризамын, Алла разы болсын. Мінекей достар, осылай Бағдаттың командасындағы жігіттерден де сұхбат алып үлгеріп жатырмыз. Дәл осылай, бауырым Қайсар, жұмыс қалай? Ауыр ма жалпы қалай? Жоқ, жұмыс жеңіл, жақсы, қатты ауыр емес. Мұрын қанайтын жұмыс жоқ дейсің ғой, Бұнымен айналысқан адам табыс таба алады, әрі қиналмай жұмыс жасай алады. Оған мінекей Қайсар бауырларыңыз дәлел. Қазір енді осыны қағып бітсе, пенайзолды шашуды бастайтын боламыз. Ал қадірменді достар, қазір парапленкасын балдар толық қағып болды. Енді пенайзол шашатын сместі дайындауға кірісіп жатыр жігіттер. Мынау менің қолымда тұрған не зат десеңіздер, қарасаңыздар мінекей. 1 литрға дейін полный өлшем жазылып қойылған. Каждый сместі, каждый қоспаны осымен есептеп отырып қосады. Әйтпесе бұл пенайзолдың конечный итогта дұрыс шықпай қалады. Не жарылып кетеді, не ұрған кезде шашылып кетеді, не вообще көпірмей қалады дегендей. Сол себепті әр нәрсенің дұрыс қосудың өзіндік құпиясы бар. Солай ма бәке? Дұрыс, өзінің составы бар, өзінің құпиясы бар. Оны егерде алам, айналсам осы кәсіппен десеңдер, келіңдер, хабарласыңдар, бәрін түсіндіріп айтып үйретемін.
Бәке, былай менің бір ауылдас балам осы пеноизол аппаратын сататындар көп қой қазір рынокта. 1.300.000 ма 1.400.000 ма алыпты біреуден. Сонымен бір 3 үйге ма 4 үйге ма шашқан. Жаңағы үйлердің бәрінде брак болған ғой. Хозяиндар шақырып кеп қайттан келіп қара мынау не болды деп, анау несі шашқан пенасы дұрыс шықпаған, жарылған, шашылған. Сонымен қазір косякқа кіріп жатыр. Бұның сыры неде сонда? Сіз нағып успешно істеп жатсыз. Ол бала пәленбай ақшаға алды да ұрынып қазір енді сынып қалды десе де болады. Ол тірлікте аппаратын бір бұрышқа жинап қойып қазір басқа тірлікпен айналысып жүр. Бұның несі ұрынып қалмау үшін не істеу керек сонда? Ұрынып қалмау үшін дұрыс адамнан алып, дұрыс адамнан үйрену керек. Білетін адамнан дейсіз ғой, Білетін О жігіттің қателігі не болды сонда? Енді постоянно айналысып жүрген адамнан алып, біліп үйренсе, онда болады. Просто постоянно айланыспай құр аппарат жинап сататындардан алып істесе, онда ол тірлікке жатпайды, және тез арада қойып кетеді ол кәсіпті. Сонда нарықта қазіргі аппарат жинауды бір көріп алған алаяқтар көп дейсіз ғой, Иә, ондайлар көп, сататындар өте көп, бірақ айналысатындар аз. Сонда аппаратын құрастыруды білет, бірақ сместі қалай шығару керектігін, қалай сапалы пена жасау керектігін білмейді. Әйтеуір теориясын білет, бір-екі рет ұстап көрген, сондайлар шықпыртып, ықпыртып аппарат сатып жатыр дейсіз ғой, Аппарат сатып жатқаннан бөлек, жаңа пеноизолдың атына кіргеп жатыр да. Сол үшін заказ берерде де, аппарат алатын кезде де өзі айланысып жүрген білетін адамнан алған дұрыс болады. Енді ол білетін адам мен білмейтін адамды қалай ажыратамыз бәке? Сол туралы айтып кетсеңізші. Білетін адамнан сұрасын, смес, мысалға мен қазір сіздер үйге барған кезде көрсетем, образец сұрасын, видео сұрасын, құйып атқан үйді сұрасын, құйып болғаннан кейін корректор жасалған үйді сұрасын, клиенттің несін, видеосын сұрасын деген сияқты сондай заказдар сұраса болады. Ондайдың бәрі менде бар, өзім көрсете аламын. Қалай құйып жүрмін, құйып біткеннен кейін коррекциямды қалай бітіріп жүрмін, клиенттермен қалай ризашылығын алып жүрмін, соның бәрінен сұрап білу керек. Сіз өзіңізге сенімдісіз ғой, Өзіме сенімдімін. Көп алып тұрған жоқсыз ба өзіңізге? Жоқ, көп алып тұрған жоқпын, сенімдімін. Жауап бере аласыз ғой, Жауап беремін. Көтере алмай қиналып қалмайсыз ба? Жоқ, қиналмаймын. Жақсы бәке, іске сәттілік. Онда мынаны құрастырып, қазір шашқаныңызды көрсетейік онда елге, Жарайды. Ал енді бәке, мұны күнде батып қапты, күнмен таласып сіздерде тірліктеріңізді болып қалдыңыздар. 230 квадрат дедіңіз ғой, Енді 230 квадрат құйып біттіңіз ғой қазір. Сіздің аппаратыңыз бір күнде қанша квадрат құя алады жалпы? Мен анау кейбір газовый баллондармен жасалған осындай аппараттарды көрдім да, мысалы. Олардан сіздің аппараттарыңыздың айырмашылығы қандай? Бір күнде егерде таңғы 8-ден бастап кешкі 8-де істейтін болса, 800 квадрат құюға болады. 800 мың квадрат құюға болады. Біз просто кішкене кешігіп келгеннен кейін осы кештетіп бітіріп жатырмыз. Газ баллонға келсек, газ баллонмен бір күнде максимум 100 квадрат қана құюға болады. Ол таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейінгі жұмыс. Ол ойыншық аппарат дейсіз ғой сонда, Иә, ол ойыншық аппарат. Осындай профессиональный оборудованиямен, осындай станокпен шашатын болса, таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін ойланбастан 800 мың квадрат шашуға болады. Бәрекелді. Ал енді 1 квадратты қаншадан шашасыздар? 25 сантиметрді мысалы. Ең төменгі баға қазір 2500-ден шашып отырық. 2500. Ең төменгі баға. Маржа бағаны 60% дедіңіз, 40% дедіңіз ба? Маржасы 60% болады. Еще одан бірақ жұмысшылардың айлығы анау-мынау шегеріледі. Енді жұмысшылардың айлығын, мысалға мен өзім 2 жұмысшыма беретінім бар, там бензин бар, келіп кетерім бар. Өзі маржа маған бір 40% өзіме қалады жұмысшылардан бөлек. Түсінікті. Ал енді бәке, құпия болмаса, сіз осы үйден қанша пайда көріп тұрсыз? Соны айта аласыз ба подписчиктерге? Құпия болмаса, бір 380 мың, 370 мың пайда көріп тұрмын қазір. 380 мың болып тұр. Бір күнде таза пайдаңыз сондай болып тұр,
Bir günde onda жаңа қаншада саат 2-де келдік па, 3-те келдік па, сол 3-тен осы 7-ге дейін осындай жұмысымыз. Ал енді дәл осылай бізді көріп отқан подписчиктер, балдар үйренем десе, сөйтіп, мысалы мен үйренгім кеп тұр да, мысалы мен сенің аппарат алғым кеп тұр. Мен бастасам өйстіп пайда тауып кете алам ба? Тауып кетуге болады. Басында енді кішкене қиыншылықтар болады. 1-2 заказ шыққанша, одан кейін уже ары жеңіл болады. Болады табуға. Онда мен де бір аппарат заказ берем саған. Иә. Ал маған енді по-свойски істеп бересің ғой, досым. Менің подписчиктеріме қаншадан бересің? Жалпы қаншадан істеп беріп, и аппаратымен под ключ істеп аппараттарын. Еще соны оқытып, жаңағы сместі жарылмайтындай, бұзылмайтындай, кәдімгі губка сияқты ровно шығаратындай қылып үйретіп жіберуіңіз қанша болады? Негізі под ключ полный үйретумен 2 миллионнан сатам. Ал 2 миллионнан сатып жатсыз ба? 2 миллион сатып жатырмын. Ал енді менің подписчиктеріме қаншадан бере аласыз енді? Подписчиктарыңа, сіздің подписчиктарыңызды 1.700.000-ден берейік. Төменгі баға. Ең төменгі баға 1.700.000. Ал қадірменді достар, бір күнде 1000 квадратқа дейін шашалатын шамасы бар пеноизол шашатын аппаратты алып жеке меншігіңізге аласыз. Бұл бір. Екіншіден, бақаңның жанында жаңағы Шалқар мырза құсап, қанша күн жүріп үйретесіз? Қанша заказ қалып шығасыз? Енді өздері қарайды қанша заказға шығам десе. Шалқар бір заказға шықты, болды түсінім деді, болды. Дәл солай үйреніп, сместі барлығын ровно шығарып, ровно шашып, клиентті ырза қылып кете алатындай жағдайға шығу үшін бәкең ол франшиза деп айтсақ та болатын шығар, 2 миллионнан сатып жатыр. Ал сіздерге именно менің подписчиктеріме 1.700.000-ға бергелі тұр. Құдай қаласа, қазір мына жерге номер қалдырып кетем, хабарласыңыздар. Сол номер арқылы хабар алып, заказ беріп, жалпы бәкеңе келіп үйренуге болады. Мен өзімде құдай қаласа, по-свойски бағада бәкеңе бір аппарат заказ беріп қойдым. Өзім інілеріме бірге менде бәкем құсап ақша тапқым келіп кетті. Менде мотористі қойып кеттім ғой бәке. Ал құтты болсын бәке, онда бүгінгі шығарылымыз. Енді бәке, жаңағы пеноизол өртене ма, өртенбей ма, сіздікі шашыла ма, шашылмай ма, ровно тұра ма, тұрмай ма, сол туралы видеолар түсіріп алсақ, болмаса өзіңіз түсіріп жіберсеңіз, біз мынаның аяғына монтажбен қоссақ қалай қарайсыз? Болады, қазір қайтқаннан кейін егер шаршамасақ, цехқа кірейік, цехта образец бар, сол жерден көрсетем бәрін. Жақсы бәке, әдемі. Еңбегіңізге береке берсін. Сәл кеш болып кетті. Мынау өзіміздің бір объектіден алынып келінген образец, пена. Сіздерге жанбайтын көрсете салайын. Мен өзім құйған составпен бұл жанбайды, өртенбейді. Бұл пена жанбайды, әңгіме жоқ, кішіреді от деген кезде, бірақ жанбайды. От десе темірде балқиды, жанатын болса, от болса темірде балқиды. Мынау біздің образец құйған, мынандай образец болады. Мына былай басқаңызда мына губка сияқты болады. Бұның үстіне басып жүруге болмайды. Басып кеткен жағдайда бұл орнына қайтып келіп алады. Осылай плотный материал болып шықты. Ассалаумағалейкум. Бүгін пеноизолды тест жасаймыз. Пеноизолдың тесті ол біздің құятын технологиямен және басқалардың құятын технологиясымен. Бұл жерде адамдардың арасында қатты бір шум жүріп жатыр. Біреулер пеноизолды мақтайды, біреулер жамандайды. Оның не үшін ондай әңгіме болып жатқан мен қазір сіздерге түсіндіріп беремін. Мынау мен өзімнің технологиям, құйып жүрген пеноизолым. Пеноизол мықты шыққан кезде осындай губка болады. Мынау жылу ұстайтын пеноизол. Осыны құйғызған, маған заказ беріп құйғызған, осы технологиямен құйғызғандар пеноизолды мақтайды, үйім жылы болды деп. Мынау екінші түрі, новичоктардың құйып жүрген түрі. Осыны құйғызған адамдар үйім салқын болды деп, пеноизол жарылып быт шығып кетті деп жауап ететін пеноизол мынау міне. Мынандай ешқандай губка жоқ. Мынандай ешқандай губка жоқ міне. Осы пеноизолды құйғызғандар жалып жасайды. Ал мына пеноизолды құйғызғандар ешқашан жалып жасамайды. Бұда өйткені губка бар. Бұл жылуды өте мықты ұстайды. Сол үшін заказ беріңіздер, профессионалды түрде өзіміздің технологиямен құйып береміз.